Ал құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум барлықтарыңызға да. Енді мен ойлаймын, енді кез келген бір жұмыста нәтиже болу үшін ол жерде бір-бірінің пікірін сыйлау керек деп ойлаймын. Көп жағдайда бізде осы жетпей жатады. Бірбеткей адам бірлікті бұзады, теріс мінез адам тірлікті бұзады дейді қазақта. Сондықтан да ең дұрыс нәрсе осы Абай атамыздың сөзін бәріміз білеміз, бірақ амалға асыру келген кезде кішкене салақ болып қаламыз. Бір жерде бірге жүрсең басты қосып, біріңнің бірің сөйле сөзің тосып, біріңді бірің құрмет ғизат еткін, тұрғандай бейне қорқып жаның шошып дейді. Бір-бірімізге сондай құрметпен қарайтын болсақ, менді айтқан бағанағы бері әңгімелер көп қой. Соған айтам, ойлаймын ылғи. Өзімді қатты мазалайтын нәрсе, ғасырлар бойы бодан болып келдік біз. Неден деген кезде бір ауызбірліктің болмай жатқаннан. Сондықтан ылғи да халықты ауызбірлікке шақырғым келіп тұрады да. Сондықтан бір-екі ауыз өлең оқығым келіп отыр. Қараса ат басынан оза дұшпан, күншілдің көре алмайды көз алыстан. Жігіттер, туған жерге туыңды тік, біл, бірақ туған жерің Қазақстан. Алатау, Атырау да арқа демес, бір тұтас болсаң иең тарқа демес, жүрегі бар қазаққа бірдей соққан, дағдарыста қалмайды дархан елеш, бүйрегі бұра тартып толқығандар, кетеді бөлінген соң еркі қолдан, ұрушыл, жершіл болып қалыптасар, жүректе мансап қорлық дерті бар жан. Отаншыл бол, кеудеңде от бар болса, ортада жүр, оңаша қап қалғанша, бөлінумен бөтендік қалағандар бөлшектене береді, жоқ болғанша дейді. Құдай ондайдан сақтасын. Енді тағы бір ауыз өлең оқиын. Арғыннан да досым көп, найманнан да, не жетсін дос жаранға, бай болғанға, қазандай болып бөркім қуанамын, менің тамырым бәйге алғанда. Керейің де бауырым, адайың да, кім жоқ менің бүгінде маңайым да, Қарақалпақ, Қоңырат, Жалайыр да, Ноғайың да, Жалайыр да айналған ағайынға. Албан суан дулаттың көбі досым, азғантай қазақ қалай бөлінесің, елім менің дегеннің жолы болсын, бөлінемін дегенді бөрі жесін. Рахмет.